Детский сабындар бөлек қойыпты. Балбергеннің. Остенок. Детское мыло. Детский. Череда дейді. Почти 400 теңге. Мындай экономда бар екен. Сабындар үлкен кәдімгідей. 479 теңге дейді. Сұлудың да детский сабындары бар екен. Сүт экстракты қосылған дейді. Сөйтемі шай қосылған. Айсчоноктың ромашкасы. Бәрі жарылып кетті. Сұлудың мынандай үлкен сабыны бар екен. Бейби суап дейді. Мынандай бар екен детский мыланка. Гипоаллергенный. 394 теңге дейді. Сабын өте ұнақтыр, керемет. Көлемі де балаларға өте ыңғайлы және ұзаққа шыдайтын сияқты. Детский сабындар осылай. Мынандайлы бар екен. Жидкое мылосы бар. Гипоаллергенный. Балалардың терісі өте нәзік болғандықтан көп балаларға аллергия беру мүмкін. Сондықтан балалардың сабынын, шампунын өте мұқият таңдаған жақсы. Мен қызыма Джонсонс Бейбидің шампунын, сабынын алып қолдануға тырысам. Өте Джонсонстың фирмасы өте жақсы. Өте керемет. Көңіліңнен шығады.